тұрған майор Мергенбаев. Солай ма? Қазір жет. Жомартжан, не болып қалды? Мені шұғыл түрде шақырып жатыр. Барып мән-жайды біліп келейін. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Құдай-ау, енді не болар екен? Жау бірнеше сағаттан соң қалаға келеді. Серігім, Серікжан, сені ата-әжеңнің қолына келгеніне қатты өкініп тұрмын. Мама, не болып жатыр? Папа үйге қайтып келе ме? Келеді балам, міндетті түрде келеді. Тұрып киімдерде дайын болыңдар. Шекарадан фашистар басып өтіп кетіпті. Біздің полкте соғыста ауылғалы 5 минут болған екен. Тездетіңдер, жиналыңдар. Жамал, біз аттанып барамыз. Бүгін барлық офицерлердің семьясылға қарай көшіріледі. Көшіретіндер қалды. Бірақ әлі белгісіз. Кейін хабарласамыз ғой. Жұма, жолың болсын. Әлде қандай уақыт келді. Кім білсін, мүмкін соғыс ұзаққа созылар. Біз елге қайтайық. Аман болсан келерсің. Патшасы тұрмыз. Мен де соны айтайын деп тұрмын. Асылы, елге қайтқандарың жөн болар. Барлық туған туысқандарыңа сәлем айт. Оğlum, ақылды бол. Анаңды тыңда. Серікжан, оқ демек мен қарашығым. Жоқ, тиген жоқ, бұл жерде кетекші. Мам, не болды? Мам, тұртын өтінем, мам, тұртын өтінем, мам, неге ана адамдар біздің орнанға тұрмайды? Мама, анау Серік қой, неге бізбен бірге тұрмайды? Борис балам, сен осы жерде тұра тұр. Мен барып не болғанын көріп келейін. Серікжан, неге жылайсың? Мамаң жаралы ма?
Серік, мамам өлді. Мамаңды фашистер Неге өлтірді. тауасың, мамам? Ой, мамам өлді. Жүр, кеттік бұл жерден. Жылдамдар, жүр. Жүр, кеттік. Ал құлындарым, енді ата әжеңіне барайық. Папа, мен ғой, Аня. Құдайым-ау, Анечка, сенбісің? Я, папа, Амансың ба, қарағым? аманмын. Қалдарың қалай, балаларым? Папа, қойыңыз, қыламаңыз. Жүріңдер, қыздарым. Үйге кір. Жүр. Құдай-ау, Ана, сенбісің? Я, мама, менмін ғой. Амансың ба қарағым? Аманмын, сіздің денсаулығыңыз қалай? Жүрмін ғой сол. Мама, міне сіздің немерелеріңіз, Борис пен Сережа. Тыңдармансың. Қарындарың ашқан бола, сендерге тамақ әзірлеп берейін. Қызым, кел әңгімелесейік. Қызым, бұл дүние не болды? Біздің армияға не болды? Қайдан білейін, әлі еш нәрседен хабарым жоқ. Бұл бір уақытша жағдай шығар. Совет халқы фашистерге құл болу мүмкін емес. Қашанда болса әділдік жеңеді. Біздің халық отанын қорғайды. Бұл әділдік, демек біз жеңеміз. Осында Антон Архипович, Тамара Чуляктер немістердің алдынан нан мен тұз алып шығып, Совет үкіметі құрылды деп жүр. Папа, не дейсіз? Тамара дейсіз бе? Антон шалды қойыңызшы. Ол өмір бойы колхоз малын ұрлап, абақтыда қалды. Ал Тамараны не қара басты? Ол бұзылған айрық. Енді онымен байқап сөйлес. Жақсы, папа. Мен барып мамаға көмектесіп келейін. Бара ғой, қызым. Анна, сенбісің? Қашан келдік? Келгеніме 3-4 күн өтті. Мыналар кімнің балалары? Менің балаларым ғой. Сенде бала біреу-ақ емес пе еді? Жоқ екеу. Балаларың өзіңе ұқсамайды екен. Жарайды, сау бол, көріскенше. Аманбысың, Ана? Бізге сәт, сенен амандасуға келген едік. О, Аня, қалың қалай? Қашан келдің? Келгеніме 3-4 күн өтті. О, Аня, қалың қалай? Борис қалай? Бәрі жақсы. Қызым, ән айтайықшы. Полищук Анна Ивановна деген кім? Мен. Бәр, шақыл бара. Ертең екі балаңды алып комендантқа келеміз. Біз сен тергейміз. Кешіруші болма.
Фамилияңыз кім? Полищук. Комиссар Савченконың әйелі емессіз бе? Иә, бұрынғы күйеуі комиссар болғаны рас, бірақ одан айырылғаныма 11 жыл өтті. Қазіргі күйеуім паровоз машинисі, ұлттық азар, одан бір бала бар. Міне, осы. Сіз өтірік айтасыз. Коменданттың қолындағы мәлімет бойынша, сіз комиссар Савченконың әйелсіз. Өзіңіз коммунистсіз. Неге жасырасыз? Шыныңызды айтыңыз, бәрібір шындықты айтқызамын. Мама! Мынау сенің мамаң ба? Мама, менің мамам. Жетісіне бір рет келіп, осы коменданттың тізіміне өзіңіздің осында екеніңіз туралы белгі жасатып отырасыз. Алып кетіңдер мыналарды, көзіме көрінбесін. Анечка, Борис Андреевич саған тез селодан кетсін деді. Сені бүгін тұтқынға алмақшы. Уақыт өткізбей тезге. Аман бол, қарағым. Мама, мен өскенде партизан болам, мен елімді қорғаймын. Я, мама, мен де партизан боламын. Әрине құлындар. Что солдат скрывал не пришедшую болезнь, не в землю нашу никогда, а превратились в белых журавлей. До сей поры среди тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печаль не замолкали, глядя в небеса. Летит по небу крик усталый, летит в туман, не исходит град, и в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Настает день журавлиной стаи. Я помню в такой же сизой мгле, из-под небес, как птичьи, окликаю всех вас, кого